Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін үлкен глобальный проблемалардың бірі ішек инфекциясы немесе диарея деп аталады. Және де осымен бөліскім келіп отыр. Негізі мен сіздерге таныстырып кетейін өзімді. Мен Гүлім атым. Мен өзім педиатр дәрігермін, сондықтан осы тақырыпты көтеріп отқан себебім сіздерге үлкен рахмет осы каналға келгендеріңізге, және де жазылып күннен күнге көбейіп отқандарыңызға да үлкен рахмет. Және де бүгінгі тақырыбымыз біздің оның себептерін айтып кетейін. Ол бактериялармен немесе вирустармен шақырылады инфекциялар балаларда. Көбінесе балаларда бұл қолын дұрыс жумағаннан, немесе жеміс-жидекті дұрыс жумағаннан, немесе таза емес суды ішкеннен болады. Негізі статистика бойынша дүние жүзінде миллиондаған балалар көп ауырып жатады. Және де статистика бойынша ішек инфекциясынан әсіресе 2 миллионға дейін бала жылына қайтыс болады екен. Бұл үлкен цифра. Негізі бұл тез емделетін аурулардың бірі болып табылады. Және де жиі кездесетін вирустарда болады, ротавирустарда және де бактерияларда болады. Олардың бірақ клиникасы көбінесе бір. Ол баланың диарея пайда болады, ішек инфекциясы кезде іш өтеді балада. Бұл көбінесе жасыл түсті болуы мүмкін, немесе үлкен дәреті сары түсті болуы мүмкін. Күніне 3-4 реттен көп болса, ол іш өту болып табылады. Және де бала бұл құсумен де жүруі мүмкін, және де температураның көтерілуі болады, және де балада жалпы әлсіздік болады бұл кезде, және де тәбетінің төмендеуі болады. Және де бұл ауру кезінде дәл тезірек сіздерге көп пункттарды айтам. Қазір 4 пункт бар. Баланы тез дәрігерге апару керек екен белгілері. Бірінші, егер балада температурасы жоғарыласа, 3 күннен артық болса, және де баланың температурасының жоғарылауымен қоса баланың тәбеті түссе, егер бала өзінің нашар сезінсе, өзіңіздің балаңызды білесіз ғой, және де нашар сезінсе, сол кезде дәрігерге апарасыз. Екінші, егер балада қанында немесе құсығында қан болса, сол кезде баланы міндетті түрде дәрігерге апаруыңыз керек. Үшінші, егер бала тамақтан бас тартса, тамақты негізі ішет тамақты, бірақ құсып тастайды. Ішет, су ішсе де, ішетте қайттан құсып тастап жатса, ол кезде міндетті түрде дәрігерге апарасыз. Және де 4-ші ең соңғы пункт, ол сусыздану болса. Сусыздану дегеніміз орысшасы обезвоживание болса, балаларды міндетті түрде дәрігерге апару керек. Оның белгілері не? Ол егер баланың көз айналасының бұлшықеттері көзі ішке қарай кіріп кетсе, немесе терісі қабыршақтанып құрғақ болып кетсе, бала деген суды аз ішсе, тәбеті болмаса, сол сусызданудың белгілерінің бірі. Сол кезде міндетті түрде дәрігерге барамыз. Енді емін айтайық біз. Неге осыны болдырмас үшін не істеуіміз керек? Дәрігерге апармай, енді мысалы іш өтіп бастады, бала бір-ақ рет құсты, сол кезде не істеуіміз керек? Біз сонымен сөйлесеміз. Егер баланың іші өтіп бастаса, біз міндетті түрде баланы су берумен айналысамыз. Қандай су болу керек? Бала іші көп өткендіктен водный баланс дұрыс болмайды. Водно-электролитный баланс дұрыс болмайды. Бала барлық электролиттер, минералдар диареямен бірге шығып кетіп жатыр, боғымен бірге. Сондықтан оны қалпына келтіріп отыру керек. Оны сусынды дәріханадан алуға болады, немесе өзіміз үйден қолдан жасауға болады. Оны қалай жасаймыз? 1 литр суға 2 ас қасық қант және де ас қасық тұзды саламыз да араластырамыз. Араластырып балаға береміз. Немесе дәріханадан алуға болады, регидрон деп аталады, мынандай пакетиктегі
біздің 1 литрге араластырып береміз балаға. Қалай береміз оны? Баланың салмағына, егер баланың салмағы 10 келі болса, 1 килограммға 100 мл. Сонда 1 литр суды 4 сағаттың ішінде беруіміз керек. 4 сағаттың ішінде 1 литр суды береміз. Немесе баланың 9 келі болса, 900 мл суды береміз. Түсінген шығарсыздар. Енді қалай береміз оны? Бала ауырып тұрған кезде, ішек инфекциясы кезде балада ішегі немесе асқазанында қабыну процесс болып жатыр. Асқазанда шамалы парез болуы мүмкін, әсіресе бала құсып тұрса. Сіздер жаңағы регидронды берген кезде бала лап барлығын құсып тастамас үшін сіздер ас қасықтап береміз. Жаңағы регидронды баланы отырғызамыз қасына, және де регидронды суды аламыз, мамасы қасына отырып, бір ас қасықта береді суды, және де 1 минут күтеміз. 1-2 минуттан кейін қайттан береміз. Солай жаймен деп балаға 4 сағаттың ішінде жаңағы регидронды беріп бітіреміз. Бұл ең басты емнің бірі. Осыдан егер бала тамақты қалай береміз? Екінші, егер бала тәбеті болмаса, балаға тамақтан бас тартып тұрса, тамақты бермей тұруға болады. Бірақ жаңағы регидрон сусынын, жаңағы суды немесе компотты, шайды, соларды бермей тұруға болмайды. Міндетті түрде балаға береміз. Және де екінші айтатыным, балаға смекта немесе оның тағы да түрлері бар, соны беруге болады. Және де пробиотиктер беруге болады балаға. Ол пробиотиктер дегеніміз асқазанның барлық микрофлорасын қалпына келтіретін дәрілердің бірі. Оның ішінде өзімізге тән бактериялар, лактобактериялар, көбінесе бифидобактериялар, және де басқа да бактериялар болады. Оны және де ішек инфекциясының бір ерекшеліктері бұл көп дәрімен емделмейтін нәрсе. Ол уақыт келе организм өзі сол бактерияға немесе сол вирусқа антитела дейді, антиденелер түседі 2-3 күннен кейін. Сонымен организм өзі жеңіп түседі. Сізден осы ішек инфекциясы көбінесе 5 күн және 7 күн аралығы болған кезде балада антитела дейді, антиденелер қалыптасқанша осы баланы алып шығу үшін және де жаңағы мен айтқан ұсыныстарды жасау керек. Ол су беру керек, пробиотиктер беру керек балаға. Көбінесе ішек инфекциясы кезде көп дәрі қабылдап жатады. Ол дұрыс емес. Өйткені ішек инфекциясы қабынып тұрған асқазан кезінде балада ешқандай дәрілер сіңбейді. Қалай кіреді, солай шығып кетеді. Сол үшін сіздер түсінулеріңіз келеді. Ішек инфекциясы көп жағдайда антибиотиксіз емделеді. Жаңағы регидрон сусынымен, немесе тәтті шаймен, немесе сорпамен емделеді. Және де балаға қандай тағамдар беру керек, соны айтып кетейін. Ауырған балаға егер бас тартып тұрса, тағамнан балаға өзін еркісіз көп тамақты беруге болмайды. Тек беруге болатын сорпасын беру керек, етті асып беруге болады. Еттің өзін емес, тек сорпасын беруге болады. Және де балаға ботқалар беруге болады. Суда жасалған ботқалар. Және де балаға ішек инфекциясы болып тұрған балаға әсіресе ротавирус кезінде сүтті беруге болмайды. Өйткені сиыр сүтін ол кезде асқазан қорыталмайды. Ферменттер ол кезде аздау болады, сондықтан қорытпайды оны. Сіз оны асқындырып жіберуіңіз мүмкін. Сол үшін балаңыз емделді дейік. Енді негізі ішек инфекциясы 5-7 күн болады. 5-7 күн ішінде балаңыз емделді, балаңыз жақсы болды дейік. Енді үйге жаңағы дәрігерге барып, егер
больницаға жатып келсеңіз, үйге келгенде неге үйде емделіп бітсеңіз, не істеуге болады дейік балаға. Балаға біз негізі балаға не істейміз? Бірінші, енді бала ауырып келді, бір апта бойы тамақ жеген жоқ деп, бірден үйге келіп бас сала тамақ бермейміз. Ол ең үлкен қателік. Өйтсеңіз қайтадан іші өтіп кетеді. Негізі бала ауырып болғаннан кейін бірден балаға тамақ бермейміз. Беретін тағамдарымыз сол күйінше сорпалар, ботқалар, сөйтіп жаймен 1-2 аптадан кейін ғана баланың өзінің бұрынғы рационына оралуға болады. Енді осы тақырыптың ең бастыларын сізге айтып өттім. Және де қорықпаңыздар, ішек инфекциясы 5-7 күнде, дұрыс емдеген кезде 5-7 күнде өтіп кетеді. Және де ешқандай антибиотиксіз, егер жаңа алдында айтып өткен 4 пункттар болса, міндетті түрде дәрігерге қарауларыңыз керек. Сіздермен болған мен каналым Сырласу, және де мен дәрігер Гүлім. Егер менің тақырыптарым қызықты болса, мен каналыма жазылыңыздар. Және де алда әрі көптеген тақырыптарға, баланың денсаулығы туралы, баланы қалай күту керек туралы, және де сондай роликтер түсіремін. Ал мен каналыма қош келдіңіздер, сау болыңыздар.